Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Молочная девочка тортының шоколадный түрін жасаймыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, аппақ болып көтерілгенге дейін миксерлейміз. Міне біздің жұмыртқамыз 2 есеге дейін көтерілді. Енді осы жұмыртқамызға бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды және бір құты сапалы сгущенкамызды салып, тағы да миксерлейміз. Қол миксермен миксерлесеңіздер де болады. Ыдысымызға електен өткізілген ұн, какао, содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Сұйық массамызға салып, миксерлейміз. Пергамент қағазын төсеп, үстіне формочкамызды қоямыз. Және 3 ас қасық қамырымыздан саламыз, жақсылап жайғастырамыз. Егер жұқа корж керек болса, 3 ас қасық жеткілікті. Егер қалыңдау қамыр керек болса, 4-5 ас қасық қамырымыздан салып жайғастырамыз. Әр пергаментке, әр коржымыздың қамырын осылай жайғастырып аламыз. Мына темір формочканы алып тастап, кезек-кезек қамырларымызды пісіріп аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 5-7 минут арасында пісіріп аламыз. Келесі кремін дайындаймыз. Мына жерде менде сливки, осы сливкиге қантты салып, миксерлейміз. Плотный крем шыққанға дейін миксерлеп аламыз. Қол миксермен де миксерлеуге болады. Міне бізде осындай крем шықты, өте стойкий. Енді пирожныйымызды жинауға кірісеміз. Пирожныйымызды жинауға кірісеміз. Ең алдымен бірінші коржымызды салып аламыз. Үстіне формочкамызды кигізіп, кремімізді салып жайғастырамыз. Осы кремнің үстіне келесі коржымызды қойып, тағы да үстінен крем салып, солай барлық корждарымызды жайғастырып шығамыз. Ең жоғарғы коржына кремімізді салып, спатуланың көмегімен жақсылап кремімізді тегістеп шығамыз. Кемі 7-8 сағатқа холодильникке жібереміз. Келесі пирожныйымыздың бетіне ганаш дайындаймыз. Мына жерде менде сливки және Қазақстан шоколады бар. Микроволновкада немесе водяная баняда ерітіп аламыз. Міне біздің шоколадымыз еріді. Енді сливкимен жақсылап біріккенге дейін араластырып аламыз. Ганашымызды пирожныйымыз 7-8 сағат холодильникте тұрғаннан соң дайындап, сәл суытып, пирожныйымыздың бетіне құямыз. Бірденен ыстықтай құйып жібермеңіздер, жақсылап тегістеп шығамыз. Ганашымызды жақсылап жайғастырып болған соң, пирожныйымызды тағы да 10-15 минутқа холодильникке жібереміз. Содан соң ғана ұсынсақ болады. Міне біздің пирожныйымыз дайын. Енді кесеміз. Дәл видеодағыдай етіп кессеңіздер де болады. Және әр кескен сайын пышақтарыңызды сүртіп отырып кессеңіздер, кремі жан-жағына жағылмайтын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып өтіңіздер.